Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Нұрлан. Бүгін біз сіздермен укулеле арқылы ең оңай 4 аккордпен ең оңай деген 4 музыканы үйренетін боламыз. Ең алдымен сіздер осы видео басталмас бұрын лайктарыңызды басып, менің арнама тіркеліп, дамуына үлестеріңізді қосып кетіңіздер. Ендеше біз өзіміздің ең оңай деген 4 музыкамызға обучениемізді, яғни Ендеше біз өзіміздің ең оңай деген 4 музыкамызға разборға көшейік, яғни кірісейік. Ең біріншіден мен сіздерге оңай деген 4 аккордымызды таныстыра өтейін. Ең бірінші аккорд ол бізде DM. DM бізде бірінші ладтың екінші струнасында, екінші ладтың төртінші және де үшінші струнасына қойылады. Екінші аккорд бізде G аккорды. G аккорды екінші ладтың бірінші және де үшінші струнасына, үшінші ладтың екінші струнасына қойылады. Үшінші аккорд бізде C аккорды. C аккорды үшінші ладтың бірінші струнасына қойылады. Төртінші аккорд бізде AM аккорды. AM аккорды екінші ладтың төртінші струнасына қойылады. Осылайша біз өзіміздің 4 аккордымызбен таныс болған болатынбыз. Ендігі кезекте бізге өлеңдер, яғни қағыстармен бірге мен сіздерге өлеңдерді қазір көрсететін боламын. Бізде 4 музыканың реттілігі DM, G, C, AM болып келеді. Ендігі кезекте бізде ең бірінші музыка ол жіберем қалай деп аталады. Бізде оның қағысы былай болады. Сезімімді біле тұра, сені сүйе тұра, жіберем қалай, сезімімді біле тұра, сені сүйе тұра, жіберем қалай. Сезімімді біле тұра, сені сүйе тұра, жіберем қалай, сезімімді біле тұра, сені сүйе тұра, жіберем қалай. Осылай болады, короче. Екінші музыка бізде неге арман деген музыка. Оның да аккорды дәл жаңағыдай реттілікпен болады. Бізде оның қағысы былай болады. Ендеше біз музыкаға кірсек. Сені күнде көру, қол ұстасып жүру, неге маған арман, неге арман. Сені күнде көру, қол ұстасып жүру, неге маған арман, айтшы арман. Келесі музыка, яғни үшінші музыка бізде TikTok'та хит рингтондардың бірі Love Me деген музыка, соның қазақша түрін айтатын боламыз. Бізде реттілігімен келгенде аккордтар дәл жаңағыдай болады. Бізде қағысы оның былай келеді. Ал бізде музыкамен орындалуы былай болады. Еркем менде ақша көбірек болса егер, сен мені сүйер ме едің, сен мені сүйер ме едің. Еркем менде ақша көбірек болса егер, сен мені сүйер ме едің, сен мені сүйер ме едің. Бізде келесі музыка, яғни төртінші музыка, ол кезінде хит болған Бонапарти адамның жаным езілді деген музыкасы. Оның да аккорды дәл реттілігімен жаңағы музыка секілді, и бойы, яғни қағысы жаңағы Love Me деген музыканыкіндей дәл осылай болады. Жаным, если ты хоть немного любишь меня, скажи мне, я бы все отдам, но тебя, похоже, это все не нужно. И если ты подаришь мне один лишь танец, я бы все отдам, я бы все отдам ей. Мінекей достар, өздеріңіз көріп тұрғандай 4 музыканың ешқандай қиындылығы жоқ. Аккордтары да оңай, музыкалары да оңай. Мінекей біздің осылай видеомыз өзінің соңына жетті. Сіздерге осы видео ұнаса лайктарыңызды басып, менің арнама тіркеліп, қасында колокольчикті басып кетіңіздер. Сол кезде менің видеоларымды үзбей көретін боласыздар. Келесі қандай музыка айтқанымды қалайсыздар, оны да комментарияға жазуды ұмытпаңыздар. Мен сіздермен қоштаспаймын.
менің алдағы видеоларымды көріп укулелені менімен бірге үйрен. Ендеше қош, сау болыңыздар.